Ішімлік суы үшін анық есеп-кітаппенен әмелге асырылған төлем тұтынушы һәм тәминатшы арасында мөнәсәбәтләрді бекемдейді. Тәминаттағы үзілістердің алдын алуға жәрдем етеді. Төлемдер екі ұсылда әмелге асырылады. Біріншісі адам басына белгіленген тариф, ал екіншісі болса су есептағыш арқылы анық тұтыну көлемі. Қарақалпақстан Республикасында ішімлік суы тармағына жалғанған ақаба суы бар болған тұтынушылар су есептағыш орнатылмаған болса, бір адамға айына 45.831,3 сум төленеді. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2013 жылы 6 ноябрь 300 салық қарарына муафық су есептағыш орнатылмаған шаңырақта төлемдер үшін 1,15 есе коэффициент қолдануыменен 68.747 сум болады. Демек, бір адам үшін айына ішімлік суына орташа 52.000 сум, ал ақаба су қызметі үшін 16.739 сум төлем әмелге асырылады. Енді, су есептағыш орнатылғанда қанша пұл төлеуді есептап шығамыз. 5 адамлық шаңырақ үшін бір айда орташа 15 метр куб су сарпыланса, ішімлік суы үшін 3248 сум, ақаба су қызметі үшін 1568 сумды, жемі 4816 сумды құрайды. Шаңырағыңызға су есептағыш орнатылғанда шаңырақ бюджеті үшін 271.495 сум тежеледі. Суымызды тежеу арқылы келешегімізді асырайық.